Үміт сыйлаған ұстаз. Авторы Данияр Есен. Өмірде жақсы мұғалімдер өте көп. Сондай бір жақсы мұғаліммен сөйлесіп отырмын. Мұғалімдікті өзіңіз таңдадыңыз ба? Деп сұрақ қойдым. Иә, бала кезден арманым болатын, деп бастады ол әңгімесін. Пединститутты бітіргеннен кейін мені жолдамамен шалғай ауылдардың біріне жіберді. Қалада қалғым келген, бірақ жолдаманың аты жолдама. Көндім. Мен барған ауыл расында да тым шалғай орналасқан еді. Шамамен 250-300-дей үй болатын. Басында үйренісе алмадым. Есіл-дертім қалаға ауып тұрды. Бірақ ол жердің табиғаты керемет еді. Мен жас қызбын. Жасым ол уақытта 22-де болатын. Маған 10-шы сыныпты, яғни қазіргі 11-ші сыныпты берді. Бұл класс ерекше сынып болатын. Тәртібі жағынан қиындау еді. Сондықтан болар класс жетекші тұрақтамайтын. Географиядан сабақ бердім. Алғаш сабаққа кіргенде қорыққаным рас. Еңгезердей ұлдардың жанары мені тесіп бара жатты. Әсіресе артқы орындықта отырған бозбала менің башпайымнан басыма дейін қарап шолып шықты. Денем мұздап кетті. Алғашқы сабақты да аяқтадым. Кейін бойым үйрене бастады. Бірақ мені оқушыларымның ішінде сол артқы партада отыратын Сансызбаев Мақсұттың өмірі қызықтырды. Сұрастырып білсем, көп балалы отбасында өсіп жатыр екен. Әкесі ішкілікке жақындау көрінеді. Анасы балаларымен үйде. Тұрмыстары қиындау. Осымен 2-ші жыл осы класста қайтадан қалыпты. Ол уақытта ондай бар еді ғой. Содан мен Мақсұтты зерттей бастадым. Көп сөйлемейтін, үнемі бұйығып жүретін бозбала менің негізгі зерттеу объектіме айналды. Сабақ үлгерімі нашар болатын. Тақтаға шықса үндемей құтылатын. Бір күні үйіне бардым. Менің келетінімді білмесе керек, басында тосырқап қалды. Ол уақытта мұғалімдер үйге келді деген сөз міндетті түрде баланы жамандайтын еді. Кешқұрым уақыт болғаннан кейін бе, анасы балаларын тамақтандырып жатыр екен. Әкесінің кішкене ұрттап алғанын байқадым. Кел дегеннен кейін жұпынылау дастарханға жайғастым. Бәрі менің бетіме қарап отыр. Жамандайды деп күтіп отырса керек. Мен Мақсұттың сабақ үлгерімі нашар болғанмен географияға деген қызығушылығын байқадым. Тәртібі де жаман емес, дедім. Анасы бетіме бақырайып қарады. Мұндай сөз күтпесе керек. Содан аз-кем әңгімелескеннен кейін қайтуға оңтайландым. Менің негізгі мақсатым Мақсұттың үй ішімен танысу еді. Далаға шықтым. Көз байланған уақыт. Қараңғы түсіп қалыпты. Бір уақытта артымнан Ақсәуле апай деген дауыс шықты. Жалт қарадым. Мақсұт екен. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын, деді. Шынымды айтсам, даусын бірінші рет естідім. Мен ауылдың шетінде тұратынмын. Жол жөнекей әңгімелесіп бардық. Ананы мынаны айттық. Ертесіне класқа келдім. Кеше ата-анасына географияға деген қызығушылығы бар деп өтірік айта салғанмын, әңгіме болсын деп. Бүгін Мақсұт үй тапсырмасын дайындап келіпті. Тақтаға шығып сабақты айтты. Балалар да мен де аң-таң. Сол күннен бастап оның расында да географияға деген қызығушылығы оянды. Қасымдағы мұғалімдерге айта жүріп, кейбір бағаларын көтеріп, аттестатын бердік. Сол кездегі қуанғанын көрсеңіз. Мектеп бітіру кешінде мұғалімдер мен оқушылардың билейтін вальсі бар еді ғой кезінде. Мен Мақсұтпен биледім. Мен ол мектепте ұзақ қалған жоқпын. 2 жылдан кейін облыс орталығына қалаға ауыстым. Арада 5 жыл уақыт өтті. Қаладағы мектепте класста отырсам, есікті біреу қақты. Сұңғақ бойлы әдемі киінген бір жігіт кіріп келді. Қолында гүлі бар. Мен ата-ананың бірі шығар деп мән бермедім. Сөйтсем, 7 жыл бұрын өзім қолына аттестат беріп, түлеп ұшырған оқушым Сансызбаев Мақсұт екен. Ақсәуле апай, рахмет сізге. Мен сол географияны қуалап, техникумды, кейін институтты бітірдім. Қазір мұнай кен орнында жұмыс істеп жатырмын. Бастығым мақтап,
жақында қызметімді жоғарылататынын айтты. Жұмыстан жатақхана берді. Соны жекешелендіріп алсақ, келесі жылы үйленемін. Менің адам болып қалыптасуыма сіздің сіңірген еңбегіңіз орасан зор. Сіздің үнемі киіп жүретін көйлегіңіз менің әлі күнге дейін көз алдымда. Үстіңізге себетін иіс суыңыздың иісін де әлі де сеземін. Сіз маған өмірді көрсеттіңіз. Сіз маған үміт сыйладыңыз. Келесі жылы тойыма шақырамын, деді. Көзіме жас келіп қалғанын байқамадым. Бір адамның өміріне септігім тигеніне қуандым. Айтқандай келесі жылы тойына барып қайттым. Жұрттың айтуына қарағанда әйелі маған ұқсайды екен, деп мұғалім үнсіз жымиды.